Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Гаухар бүгін өте дәмді ауызда еритін Орео пирогын жасаймыз. Ең бастысы қыздар, жасалу жолы оп-оңай. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараймыз. Алдымен пирогтың қамырын жасаймыз. Ол үшін 72%-дық бөлме температурасындағы тұрған сары май, оған бір жұмыртқаны қантты қосып, жақсылатып венчиктің немесе қасықтың көмегімен барлығын араластырамыз. Жұмыртқалы масса барлығы езіліп болғаннан кейін енді ұнды, какаоны және де қопсытқышты саламыз. Мен барлығын бірден бір ыдысқа салдым. Жаймен осылай араластыра отырып, жұмсақ қамыр елейміз. Пирогтың қамырының жұмсақтығының бірден бір себебі қыздар, ол маргариннің майлылығында, яғни 72-82%-дан жоғары сары майды пайдаланамыз. Мінеке біздің пирогтың қамыры дайын болды. Енді диаметрі 23 см болатын формаға барлығын әдемілетіп, біртекті етіп төсеп шығамыз. Негізінде 23 емес 26 диаметрлік болатын форманы да пайдалануға болады. Пирог өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын біртекті етіп жайып шыққаннан кейін, міндетті түрде осылай шанышқының көмегімен осылай пирогымызға тесіктерін жасап шығарамыз. Дайын болған пирогтың енді начинкасын әзірлейміз. Ол үшін бізге қаймақ керек. Қаймақтың проценті 20%-тен жоғары болу керек. Одан кейін жұмыртқаны саламыз, жүгері крахмалын қосып, венчиктің көмегімен барлығын араластырамыз. Қыздар, егер де сізде дүкеннің қаймағы болса, онда бетінде су болса, суын міндетті түрде төгіп тастауымыз керек. Әйтпесе біздің начинкамыз, яғни креміміз қазір дұрыс қатпай қалады. Осылай барлығының түйіршіктері кеткеннен кейін барып, оған Орео печеньеларын қосамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, енді өкінбейсіздер, өте дәмді ерекше болып шығады. Енді салмасына 3-4 печеньені осылай ұнтақтап салып шығамыз. Одан да көп қоссаңыздар болады, қалауыңызша жасасаңыздар болады. Мінеке барлығын осылай салып болғаннан кейін, енді тағы да араластырамыз. Арнайы пирогты енді начинкасының үстіне құямыз. Өте дәмді болады. 180 градуста пешімізді қыздырамыз. Әдемілік үшін осылай мини ореоларды немесе орео печеньеларын осылай қойып шықсаңыздар болады. 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Қыздар, бірақ әркімнің пеші әртүрлі. Сол себепті міндетті түрде бірінші тексеріп аламыз, яғни пештен шығармас бұрын ортасы пирогтың бізде қоюлану, яғни сәл қаттылау болу керек. Бөлме температурасында 1 сағат суытып алғаннан кейін оны тоңазытқышқа салып қоямыз. Дәмі керемет болып шығады. Сонымен қатар менің YouTube каналыма да тіркелуді ұмытпаймыз. Каналымда әртүрлі рецептерді таба аласыздар. Ас болсын.